Балалар, мен сіздерге жұмбақ жасырамын. Жұмбақтың жауабын шешсек, бүгінгі біздің тақырыбымыз айқындалады. Ал дайынбыз ба? Иә. Киелі бір жануар, арқасында тауы бар. Ол не? Түйе. Түйе. Бәрекелді балалар, жұмбақтың жауабы не болды? Түйе. Жақсы. Түйе балалар өте киелі жануар болып екен. Қазақ халқы түйенің табанына қарап, түйе табан деген оюды ойлап тапқан екен. Қандай ою? Түйе табан. Қайталайықшы кәне. Түйе табан деген оюды ойлап тапқан екен. Жақсы. Келесі жұмбақты жасырам. Ай мүйізді, ақ мүйізді, аппақ қана тоны бар. Қошқар, бәрекелді. Қошқар, жақсы. Сонымен қатар біздің ата-бабамыз қошқардың мүйізіне қарап, қошқар мүйіз деген оюды ойлап тапқан екен. Қандай ою? Қошқар мүйіз. Қайталайықшы кәне. Қошқар мүйіз. Жақсы балалар. Балалар, келесі жұмбағымызды шешейік. Адамға серік, күзетке берік. Ол не екен? Ит, бәрекелді. Жақсы балалар. Жұмбақтың жауабы не болды? Ит. Жақсы. Осы итке қарап, ит құйрық деген оюды ойлап тапқан екен. Қандай ою? Ит құйрық. Ұмытпаймыз, жақсы ма балалар? Балалар, қазақ халқы оюларды тұрмыста да, өнерде де кеңінен пайдаланған екен. Қарайықшы кәнекей. Домбырада әдемі оюлар бар екен. Мынау не балалар? Жастық, көрпелер, жақсы. Қамшы. Текемет, бұл текемет балалар. Яғни балалар олай болса, біз бүгін сендермен қыздар текеметті әдемілеп тұрып, қошқар мүйіз оюымен әшекейлейміз. Ал ұлдар, бізде ұлдар, мынандай әдемі қошқар мүйізді жіппен өрнектейміз. Кестік па? Иә. Ал жақсы. Балалар, қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Көзге, ауызға, құлаққа апармаймыз. Жақсы ма? Иә. Балалар, енді әдемі саусақтарымызды, өнерлі саусақтарымызды бір ширатып алайық. Бір саусағым Тәттіде